DOF бұрышының градустық өлшемін табамыз. EOD бұрышы 40 градусқа тең. EOF бұрышы 180 градусқа тең. Табу керек DOF бұрышын. Ол үшін EOD бұрышы мен DOF бұрышын қосқанда 180 градус болады. Өйткені олар жазыңқы бұрыш. Осы жерден DOF бұрышын табамыз. Ол үшін 180 градустан EOD бұрышын алып тастаймыз. Демек, 180-нен аламыз EOD бұрыш 40 градусқа тең. Сол кезде 140 градус болады. Ізделінді DOF бұрышы тең болады 140 градусқа. А есебінде DON бұрышы 40 градусқа тең. NOK бұрышы 50 градусқа тең. KOF бұрышы 20 градусқа тең. Табу керек DOF бұрышын. Ол DOF бұрышын табу үшін осы аталған бұрыштарды қосып шығамыз. Бұрыш DON қосылған NOK бұрышы қосылған KOF бұрыш тең болады. DON бұрышы 40 градусқа тең. Қосамыз. NOK бұрышы 50 градусқа тең. Қосамыз. KOF бұрышы 20 градусқа тең. Сол кезде 110 градус болады. Ізделінді DOF бұрышы болады екен 110 градус.